Қайырлы күн достар, сіздерге өте бір ерекше рецептпен бөлісіп отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қойдым. Пиязымызды үккіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын бір келкі қылып араластырып аламыз. Жұмыртқаның үстіне сүт құйып, кішкене шым тұз қосып, венчикпен араластырып аламыз. Кесемізге бөлме температурасындағы сары майымызды жағып аламыз. Кесеге ештеңе болмайды, қорықпасаңыздар болады. Фаршымызды 4 бөлікке бөліп, бірдей етіп орналастырып шығамыз. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер фаршты. Орташа көлемде осылай жайып шығамыз. Мен алдын ала үккіштен ірімшікті өткізіп алдым. Ірімшіктерімізді салып шығамыз. Енді сұйық самамызды саламыз. Жаңа біз дайындап қойған. Оның үстіне аскөк салсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Помидор салық, черри помидорын турап салсаңыздар да болады. Барлығына бірдей етіп осылай салмасын құйып шығамыз. градуста 30-40 минутта пісіріп алдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Рецепт ұнаса лайк, комментарий басып қойыңыздар. Және де маған жазылыңыздар. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.